Сәлеметсіздер ма? Мен Ақбасова Гүлбағира Тұрдақынқызы 110 мектеп гимназиясының ағылшын тілі пәні мұғалімі боламын. Мен сіздермен өзімнің өзімнің ағылшын тілін жылдам үйренудің негізгі жолдары, әдістемелік құралын мен тәжірибемен бөліскелі отырмын. Негізгі менің алдыма қойған мақсатым мынау: ағылшын тілін жылдам әрі тиімді меңгеруге бағытталған әдіс тәсілдер кешенін ұсыну, оқушылардың тілдік дағдыларын тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым жүйелі дамыту. Оқушылардың тілдік дағдыларын тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым жүйелі дамыту, қысқа мерзімде нәтижеге қол жеткізетін практикалық заманауи әдістерді көрсету, оқушыларға оқу процесін ұйымдастыруда қолдануға болатын тиімді стратегиялар беру. Міндетім: тілді тез меңгеруге көмектесетін коммуникативті әдістерді түсіндіру, тілді күнделікті қолдану дағдысын қалыптастыру жолдарын ұсыну, лексика мен грамматиканы меңгерудің жылдам тәсілдерін көрсету, цифрлық ресурстар мен мобильді қосымшалар қолдану әдістерін үйрету. Цифрлық ресурстар мен мобильді қосымшаларды қолдану әдістерін үйрету, оқушының жеке қабілетіне қарай деңгейлі оқыту тәсілдерін ұсыну. Күтілетін нәтижелерін: оқушылар әдістемелік құралды қолдану нәтижесінде оқушылар ағылшын тілін өз бетінше әрі тиімді меңгере алады. Сөздік қоры айтарлықтай артады, тыңдалым мен сөйлеу дағдылары қалыптасады. Оқушылар жаңа әдістемелерді сабақта шебер қолдана алады. Уақыт үнемдей отырып, нақты нәтижеге жеткізу мүмкіндігі туады. Мысалға қарай, құрал мазмұны мысалға BBC Learning English күнделікті және іскерлік бағытындағы ағылшын тіліндегі сабақтарға арналған материалдардың бағасы жағынан үлкен көлемді ресурс. Audio English мұнда әртүрлі тақырыпта өте қызықты подкасттарды тыңдауға болады. Сізге таныс емес сөздерді оңай түсініп қабылдау үшін барлық жазбалармен бірге текстік нұсқасында берілген. Learn English Bridge Council ағылшын тілін үйренуге арналған тағы бір жақсы ресурс. Мұнда көптеген құнды материалдар жинақталған, бейне роликтер, ойындар, кәсіби подкасттар, тағы басқалар бар. Exam English бұл сайт ағылшін тілінен халықаралық емтихан тапсырушыларға арналған тапсырыс қазына. Learning English Free Online әртүрлі деңгейдегі үйренушілерге арналған өте үлкен материалдық базасы бар. Оның ішінде ойыннан бастап басқа да тіл үйренушілермен әңгімелесу, әртүрлі формадағы сабақтар қалыптастырылған тамаша сайт. 2 Minute English YouTube каналы. Бұл ресурс видео көру арқылы үйренуді қалайтындарға арналған. Ыңғайлы және тиімді үйрену үшін ең алдымен ресурс адамды жалықтырып алмауы керек. Сол себепті мұндағы сабақтар сайттың аты айтып тұрғандай қысқа, бір жағы 2 минуттан тұрады. My Spelling бұл сайт әртүрлі сөздердің дұрыс жазу емлесін үйренуге өте ыңғайлы. Аудио, бейне, жазба қадағаланады. Кейін тіпті ағылшын тіліндегі киноларды тағы басқа заттарды көретін дәрежеге жете бастайсыз. Ұялы телефонның көмегімен достарыңызбен әр күн сайын әр тақырып деңгейінде ой бөлісесіз. Бір-біріңізге сауал қойып, саған жауап бересіз. Тағы басқа арқылы ауызекі сөйлеу дағдысын қалыптасасыз. Ағылшын тілінде сөйлейтін орта жоқ болғандықтан біздің ағылшын тілін жылдам меңгеріп кетуімізге кедергілер көп. Сол кедергіні жоюдың басты жолы жүйелілік. Ағылшынша оқымай қалған күніміз болмау керек. Күнделікті кем дегенде 10-15 минут ағылшын тілінде сөйлеу керек. Сол 10-15 минуттың ішінде шағын бір шығарманы оқыңыз, немесе аудио материалды тыңдаңыз. Әрі тыңдаңыз, болмаса ағылшын тіліндегі киноларды көріңіз. Адам келесі бір адамға нәрсені үйрету арқылы өзі көп нәрсе үйренеді. Сол сияқты тілді үйрену барысында сіз сыныптасыңызбен, досыңызбен, көршіңізбен, іні қарындастарыңызбен өзіңіздің үйренгеніңізді күн сайын бөлісіп отырыңыз. Сау болыңыздар.